Баршаңызға қайырлы күн, баршамызға ұнайтын, шөлдеріңізді басатын квас сусынын дайындайтын боламыз. Өте оңай, әрі тез жасалады. Небәрі 3 сағаттың ішінде керемет сусын дайындауға болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші суымызды қайнатып аламыз. Қайнаған суымыз міндетті түрде салқындағанша күтеміз. Салқындағаннан кейін осындай цикорийдан 3 ас қасық салатын боламыз. 3 ас қасықты осылай міне қатты толтырмай, дәл видеодағыдай етіп салсаңыздар болады. Келесі кезекте біз 9 ас қасық қант саламыз. Қантымызды салып болғаннан кейін барлық қоспамызды осы қасығымыздың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Яғни біздің қантымыз ерігенге дейін араластыруымыз керек болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша квасты дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және де аз уақытты ғана қажет етеді. Жақсылап тұрып міне араластырып алдым. Келесі кезекте лимон қышқылын саламыз. 1 шай қасық салсаңыздар жеткілікті, және де құрғақ ашытқыдан 1 шай қасық саламыз. Енді барлық қоспамызды міне осылайынан араластырып аламыз. Квас жасаудың көптеген рецепттерінде 1 тәулік уақыт күтуді және нан қосуды қажет етеді. Ал мен сіздерге осы видеода квастың ең оңай жасалу жолымен бөлістім. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қараңыздар, біз толықтай жақсылап араластырып болғаннан кейін енді баклажкамызға осылайынан міне квасымызды құйып аламыз. Квасты құйған кезде баклажканы қатты толтырмайсыздар, кішкене бос орын қалатындай етіп құйсаңыздар болады. Одан кейін мықтылап тұрып қақпағын жауамыз. Бізде қақпағы қатты жабылуы керек. Қатты жабасыздар. Енді қараңыздар, сіздерге осы баклажкамызды қазір көрсетейін. Баклажканы үстінен басқан кезде бізде баклажкамыздың іші бос екендігін көруге болады. Көрдіңіздер ме? Осылай бос болып тұрады. Одан кейін біз 3 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 3 сағат уақыт өткеннен кейін баклажкамызға тексерген кезде ол нығыз болып тұрады. Міне басқан кезде қатты осылай кішкене ісініп тұруы керек. Сол кезде біздің квасымыз дайын болды деген сөз. Осы квастың дайын болуына 3 сағат уақыт кетті. Одан кейін тоңазытқышқа салып салқындатып алсаңыздар болады. Салқындай квасты ішкен өте дәмді болады, қыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, және де қазақ тіліндегі каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.